Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жаңа жоғары жақтан түстік қой, таудан судан. Мынадай нәрсе жабысып қапты да, мынау сөмкеме ше. Негізі уағызда айтып жүремін де осы нәрсені ше, бұрын бала кезден көргенбіз ғой, мынаны біреулер шоңайна дейді, енді бір шөптің, арам шөптің гүлі ғой мынау ше. Бірақ бұның ерекшелігі мынауда. Міне көрдіңіз бе, бір жер ілінсе, ар жағында басқасы тартсаңыз, басқасы ілініп кетеді да. Біреуін шығарсаңыз, екіншісі ілініп қалады. Бұлай бірден тартып аламайсыз, мынау қазір қыс болғаннан кейін етіп тұр ғой енді. Біраз үсіген деген сияқты. Біздің күнә да осы секілді ғой. Сіз бір күнәға мән бермей оны істеп қоясыз да. Пендешілікпен істеп қоямыз. Сөйткен кезде ойлаймыз де бір кішігірім күнә ғой деп. Бірақ та бұл нәрсе мынау дәл мына шоңайна сияқты. Енді мен шоңайна деп отырмын, бірақ бұның басқа атауы бар шығар. Шоңайна сияқты кенді болғаннан кейін. Шоңайна деген басқа ғой негізі ол. Басты мақсат күнә да осындай да. Бір нәрсені немқұрайлықпен істеп қоясыз, ол екінші бір күнәні тартады да өзімен бірге. Мынаның бір ілгіші екіншісін тартатын сияқты, күнә да сондай да. Сондықтан мүмкіндігінше барынша тырысып, жалпы күнә атаулыға жоламау керек қой. Аллах тағала сондай мүмкіндік берсін, күнәмен сынамасын. Сынаққа түскен кезде Аллах тағала бізге күнәдан қашу, күнәдан бас тарту сабырлығын берсін. Аллах тағала баршамызды шынайы мұсылмандардан етсін.